бауырына ат әкел деп тапсырған болатын. Соның берген уәдесіне сеніп үйден шығып кеткен. Омбы қарда кепсі қарға толып жүруге бөгет бола берген соң екеуін де шешіп алып қолына ұстап келеді. Аяғында жалғыз ғана мәссі бар. Күн кешкіріп түнге айналып, өзі жаурап тоңа бастағандықтан Рабиға кезең-кезеңге шыққан сайын бауырын асыға іздеп алдына қадалып қарайды. Қайғымен түйілген қабағында жанға батқан жалғыздық қорқынышпен араласып білініп тұр. Кеш әбден батып түн бола бастады. Көз байланып дүние қараңғы тартқандықтан маңайдағы көп нәрсе көрінбеуге айналды. Боран да мезгіл сайын қатайып ақ түтек бола бастады. Аз уақыт өткен соң Рабиғаның басы айналып әуелгі бетінен адасты. Жүрегіне жақын жанды іздеп, үмітпен қадалған көзіне қарауытып тұрған тобылғы, қарайып жатқан таста келе жатқан кісі тәрізденіп елестей бастады. Бәрінің де қасына келген сайын үміті дал болды. Аяғында әлі құрып бір жерге келіп, шынтақтап жығылды. Құлағына суылдап ысқырып тұрған жел даусынан басқа таныс дыбыс естілмеді. Өмірмен арпалысқан сорлы әйелдің көз алдында өлім қаупі елестей бастады. Қол-аяғы қатып үсінуге айналды. Бір мезгілде құлағына ұйтқып соққан желмен бірге ұлып тұрған қасқыр даусы естілді. Аш қасқырдың ұлуы естілген сайын Рабиғаның зәресі ұшып өмірінен күдерін үзді. Аздан соң есінен әбден адасып жалғыз өзі аласұра бастады. Саушылықта жанына сүйреу көрген әке-шешесінің бауырының атын атап шақырды, күйіп жылайды. Рабиға қиналған күйде енді өлдім-ау деп бойысына берген уақытта ғана көмегіне сеніп шыққан бауыры Мұқаш келіп тауып алды. Қасына барғысы келіп құшақтап, үлкен сеңсең ішікті үстіне жауып, жылытып жылай бастағанда, Рабиғаның есі шала кіріп, ақырын сыбырлап, «Жалғызым, сенен басқа сүйіншім бар ма еді? Неге кешіктің? Мені неге қинадың?» деп дірілдей берді. Боран үскіріп соғып тұр. Асау жел ащы күйінен жаңылған жоқ. Ойнақ салып ысқырып тұр. Ақ дала меңіреу болып түнеруде. Қайғылы сары бел боран әкеліп тұрған ақ киім қымтай түсіп жата берді. 1923 жыл. Қыр әңгімелері Сыбанның моласында. Ел көксеңгірдің күнгейінде. Жайлауда жиын отырған көп ауылдың кешкі жылқылары суға келіп шығып, алды өріске кетіп бара жатқан мезгіл еді. Жаңа жамыраған қойлары дүниені у-шу қылып мазаны кетірген соң, біз ауыл иесі Жортар ақсақалмен әңгімелесіп, құдықтың желке жағындағы тастақ төбенің басына таман аяңдап келе жаттық. Оңтүстік жақ жазықта жапырылып отырған көп ауыл айналасында шұбыртып қыбырлап жүрген малдарымен бір қалыпты жасыл даланың түсін түрлендіріп көз қуантып тұр. Көкжиектен асып бара жатқан күн ақырғы алтынды шұғыласымен далаға көрікті нұрын төгіп, ауылдың кешкі қызулы өмірін қызықтандырып тұрғандай. Төбенің басына таман көтерілген сайын біздің көз алдымыздағы көрініс суреттің ауданы кеңейіп, қыр өмірі өзінің ең дырдулы шағын көзге көрсеткендей болды. Даладағы мөлдір таза ауадан, сүйкімді суреттен көңілге белгісіз бір үміт кіргендей болады. Қиял кезеді. Көңілдің осы шағына не үйлесер еді деп ойлап келе жатқанда, көңіліме бұрыннан есте жүрген бір нәрсе түсті. Ол қасымда келе жатқан Жортар ақсақалдың ерте замандағы басынан кешірген бір әңгімесін тыңдау еді. Жортар жас шағында осы ортаның айбынды қолбасы, батыры болған. Ол кезде маңайдағы ел атағынан шошитын, тыным тыныштықты білмеген, барымта соғыс десе алағызып қолдаяққа тұрмайтын қызулы жас болыпты. Жортар мықтылық, батырлығының үстіне ауызға ілінген найзагер болды десетін. Бұл сыпаттың бәрін мен бұрыннан естігенімнің үстіне сол батырдың шал болып қартайған түсін көргенде, ұзақтап алысқа кеткен ескі күннің көмескі түсі елестегенде еді. Сүйекті зор денесі апсағайланып, үлкен басы келбетті түсі салқын сабырмен маңғазданып, туыстағы ірілігін бір көрген кісіге де білдіргендей. Көп бейнет, көп жылдардың ізіндей болып бетіне түскен қатпарлы терең әжімдері ескі тентек күндердің таңбасы сияқтанады. Ұзақ жолдастық күннен оңғандай болып сарғыш тартқан отты көздері, үлкен құлақ, кесек мұрны бұл адамды ескіліктің тірі қалған белгісіндей көрсетеді. Жортар ескінің шын сарқыты деседі. Қасымыздағы 2-3 кісімен дән басына келіп отырған соң көңілге алған тілекті айттық.
Ақсақал басында әдепті жылы шыраймен қарағым, көргеннің көбі көмескі тартып ұмтылып қалды ғой, еске түседі деймісің деп аз отырды. Артынан қасымызға отырған Құдайберген ақсақал, айтып бер бір әңгімеңді балаларға, енді бізге әңгіме айтқаннан басқа не қалды деп күлген соң, Жортар ақсақал бар әңгімесін айтпақшы болды. Батырдың ұғымды шешен тілмен айтқан әңгімеге мынау еді: сендерге мен көрген соғысымды, ұрыс төбелесімді айтпай-ақ қояйын деп бастап келе жатып, сары шақшасын суырып, өзімнің бір қатты қорыққан жерім болды, соны айтайын деді. Біз тыңдауға ыңғайланып, Батырдың салқын жүзіне телміріп, айтыңыз, айтыңыз дедік. Өздеріңдей жас шағым еді, құлағы көрініп, аты естілген пәле болса, іздеп барып соқтыға тұғын. Ол кезде көп қолмен көшкен елдей шұбатылып, кім жүреді дейсің? Ұзақ жорық болса да, көбінше жалғыз аттанатұғынбыз. Аз жүрсек, ай жүреміз, апта жүреміз, кейде талай айға шейін жоғалып та кетуші едік. Жортуылға шыққанда көбінесе баратынымыз өр болатын. Тарбағатайдан асып барып, қара керейді, семіз найман мұрынды торимыз. Бір жыл күздігіні сол жаққа қарай аттандым. Қарашаның кезі еді, өрге қарай жүріп, сыбанның ішіне жеткенімде сол елдің бір төбет деген батыры есіме түсті. Менімен кездесуге ізденіп жүр дегенді алдында естігенмін. Далада ұзақ жүріп еріккен соң, қадап шыққан жауым ол болмаса да, бір шайқасып кетпек болып, бір түнде соның ауылының тұсына келдім. Сол жылы күз жаңбырлы болған, түстен бері қарай бір мазасыз жауын дамыл алмай құйып тұрған. Кеш үстіне бір қара суық жел шығып, гуілдеп соғып, мазаны кетіре бастады. Түн көзге түртіп алса, көрінбейтін тастай қараңғы еді. Бірақ бір қасиетім, қысқы ат құлағы көрінбейтін, ақ боранда жазғы тұнжыраған меңіреу қара түнде адасу дегенді білмеуші едім. Іздеген төбеттің ауылының тұсына дәл келген екем. Аласұрып ұйтқып соғып тұрған жел даусымен бірге, сол жел жағымда алыста жатқан қалың жылқының сарынын естідім. Астымда есік пен төрдей ақбоз атым бар. Өзі алшыл, түкпеттеп шабатын мықты жылқы еді. Шу деп салғанда кібіртіктеп шаба алмайтын. Әрберден соң ұшқыр жылқының бәрі жетпеуші еді. Әлгі атым қатты жаңбырдан жиреніп жүндеп жүрмей ығысып келе жатыр еді. Бір мезгілде осқырып тұра қалды. Аттың жалына жатып қарасам, алдымда бір қарайған тұр екен. Біраз жүріп қасына келдім. Қарасам, төрт құлақты бейіт. Бір сыбанның моласы болса керек. Әлгіге келгенде өзіме бір жағынан суық жел өтіп, бір жағынан су өткен соң жаңбыр айыққанша осында тұра тұрайын, күн ашылған соң төбетті тауып алармын деп аттан түстім де, жетектеп бейіттің аузына әкеліп ыққа қойдым. Шылбырды беліме байлап өзім моланың ішіне кіріп, төрдегі бір бұрышына барып отырдым. Бейіттің іші тастай қараңғы, көзге түк көрінбейді, жел гуілдеп соғып тұр. Жаңбыр да басылмайды, сытырлап жауып тұр. Бейіттің ішінде біраз отырып, бойым жылынған соң, қамшымды жерге тіреп соған екі қолмен сүйініп басымды қойып отыр едім, қалғып кетіппін. Алдында бейіттің іші тіпті қараңғы болып, көрдей азынап тұрған соң, алғашқы кірген жерде кішкене етім сескеніп еді. Артынан көзіме бөтен ешнәрсе көрінбеген соң, тынышталып отырдым. Бұрын әркім сондай кезде бейітті жерде жын-пері, жез-тырнақ дегендер кездеседі дейтұғын. Бірақ ол жерде бұның ешбірінде ойыма алған жоқпын. Сөйтіп отырып, көзім ілініп кеткен екен. Бір мезгілде маған қарсы бір бұрышта бір нәрсе тырс еткендей болып еді. Қап-қараңғы меңіреу болып тұрған бейіттің іші жарқырап кеткен сияқтанды. Өзім ондайда сүйрек ұйықтаушы едім. Көзімді ашып алғанда ұйқым шайдай ашылып кетті. Әлгінің не пәле екенін біле алмадым. Жүрегіме қорқыныш кіре бастады. Бір ойдан бұл мені айналдырып жүрген шайтан ғой деп, ішімнен білген дұғамның бәрін оқып отырмын. Дыбыс шыққан жаққа барып, жөнін білуге де дәтім шыдамады. Төменшіктеп бұққандай болып, көзімнің астымен қарап едім. Қараңғы бұрышта бір тіпті үлкен нәрсенің қарауытқан нобайы көрінген сияқтанды. Бұрынғыдан да шошынып, не қыларымды білмей отырып қалдым. Сол күйде бір азғантай отырған соң, бір мезгілде әлгі тырс еткен дыбыс тағы шықты. Бейіттің іші әлгіден де жарық болып кетіп, артынан бәсеңдегендей болды. Алғашқы кезде қарауға дәтім шыдамай бұғып қалып, артынан бәсеңдеген соң сол жаққа көзім түсіп кетіп еді. Құдай көрсетпесін, көзіме өзінің бұрын түсін көрмеген, атын естімеген бір пәле көрінді. Алғашқы кезде жалмауыз дедім. Нобай адамға ұқсайды, қап-қара, тырдай жалаңаш, бойы еңгезердей,
үлкен, биіктігі кісі бойы қолсұғымдай, шашы бұрқырап тұр. Көзіме түскен әсіресе қорқынышты жері аузы. Ырсиып от болып, тістері ақсиып сойдиып тұр екен. Аузынан кәдімгідей от бүркіп тұр. Әуелгі қараған жерге өзге ешбір жері көрінбейді. Қараңғыда бұрышта қып-қызыл от болып жанып тұрған ырсиған ауыз, ақсиған тіс қана көрінгендей болды. Жалмауыз не айдаһардың аузы дедім. Зәрем кетіп қалды. Сөздің шыны керек, тұрайын десем буынымды баса алатын емеспін. Тағы екі рет етіп жарқ етті. Тағы екі рет тырс етіп жарқ етті. Бір жолда ақырын қарап едім, тағы да от болып тұрған ауызды көрдім. Енді ол жаққа қараудан қалдым. Жердің тесігі болса кіргендей боп басып төмен тұқырып, өзім бұғып, бір орнымда қатып қаппын. Қозғаларға шамам жоқ. Қашан келіп бассалар екен деп құр сүлдем отыр. Атым әуелгі жарық шыққанға ішін тартып осқырып, атқып жөнелгенде шылбырды үзіп кетіп қалған. Ойлап отырғаным ат емес. Қарудан найза мен шоқпарым бар еді. Оның екеуін де битке кіреримде сыртқа сүйеп қойып кеткем. Жалғыз ғана семсерім бар еді. Ол ішімде қында болатын. Енді соны алуға да дәрменім келмеді. Қыбыр етіп қозғалсам бас салатын сияқты қорқып отырмын. Уақыт сонда түн ортасының мезгілі ғана еді. Жел бұрынғыдай алай-түлей болып соғып тұр. Күн ашылған жоқ. Жаңбыр да шелектеп құйғандай болып сабалап жауып тұр. Әлгі бәленің түсін көрген сайын өлген жерім осы ғой. Жапан түзде бір айдаладағы моланың ішінде қаңғырып өлуге жазған екен ғой деп отырдым. Сөйтіп зәрем кетіп отырғанда әлгі нәрсе қыбырлап маған қарай қозғалғандай болды. Қарауға дәрмен жоқ. Бір суық пәле келе жатқанын тек денем сезді. Иманымды айта бастадым. Бір мезгілде тырс еткізіп дүниені жап-жарық қып жіберіп, қараңғыда құтырынған қатты дауыстан ақырып келіп, иығымды бас салды. Еңгезердей қап-қара болып үстіме төніп келе жатқанда, өзіме қарай созылып келе жатқан сол қолдарына көзім түсіп еді. Қолдарының ұзын салалы қап-қара саусақтары бүркіттің тұяқтарындай болып өрісіп, тырысып, сіңірі тартылғандай көрінеді. Қап-қалы келе жатқан қасқырдың аузындай ырсиып ашылған шеңгел түйіліп келе жатыр екен. Үстіме аюша ақырып келіп қона түскенде, сол шеңгелмен сүйектерімді ұсатады ғой деп отыр едім. Жоқ, олай тимеді. Тегеуріні қатты болса да, қолы адамның қолы сияқты. Иығымнан баса келіп, жұлқып сүйреп, әмірлі дауыспен ақырып, киіміңді тастап көрге кір, сен өлдің деді. Дауысы кісінің даусы екеніне әбден көзім жетті. Сонан соң жүрегім орныға бастады. Сүйреге айналғанда екі қолынан ұстап алса түрегеліп, мен киімімді тастағанда сен киетін шығарсың. Мен туғанда да шешем еркек бала таптым деп қалжа жеген, Құдай ақта деп жағаласа кеттім. Мұнан кейін оның да, менің де үнім өшті. Қараңғы биттің ішінде екеуміз шаппа-шап келіп қабырса құшақтасып таласқан екі аюдай үн-түн жоқ сіресіп қап қалдық. О да қысты, мен де қыстым. Жалаңаш еті басында ұстауға ыңғайсыз болып еді. Құшақтап алған соң жақсы болды. Аздан соң ышқырып келіп, опыр-топыр болып кезекпе-кезек қайрат қылып алысып кеттік. Байқауымша күші маған соншалық басым көрінбейді. Бір мезгілде қуатымды әбден жиып, жүрегімді тоқтатып алып, тік көтеріп алып, жерге қойып келіп жіберіп, кеудесіне мініп алдым. Өзіме өзім сүйсінуім әлей болды. Бағанадан қорқытқанның ызасы үшін. Бір қолыммен өкпеден қойып жіберіп, семсеріме ұмтылдым. Оны жан дәріммен суырып алып, қайнаған ашумен бауыздап жібергелі тамағына алып барғанымда, қараңғы түнде жарқ еткен семсерді көріп, ой, сен жортарымсың, жұдырығыңнан таныдым ғой дегені. Сол арада даусынан мен де тани кетіп, семсерімді тастай бердім. Тоғай бойындағы Бура Алтаяқ деген батыр екен. Бұрын жорықта кездесіп, бір бақырдан дәм татысқан тату едік. Бағанадан бері қорқып отырған тажалым сол болып шыққаны. Сөйтсем ол сыбаңды тори келіп, бір күні күндіз елсіз таудың ішінде қарауылсыз бейғам жатқанда төбет келіп түсіріп алған екен. Соның қолында бір айдай тұтқында жатып, нақ сол түнде қашып шыққан екен. Түн суық жауынды болған соң, киімі нашар тоңып, әдейі битті пана қыла келіпті. Мен келген соң Құдай бір жұмсақ жерді берді деп күш жұмсап айламен алмақ болып, барлық киімін тастай қойыпты. Бойында қару жоқ, жалғыз бұйымы елінен алып шыққан бір сауыт сіріңкесі бар екен. Әлгі бағана тырс етіп жап-жарық болып кететін уақытта соны шағып жіберіп, отымен аузына тығып үрлей қояды екен. Менің зәремді кетіріп жүрген ырсиған ауыз сол сіріңкенің кеселінен болып тұр екен.
Ол күнде сіріңке қууды кім білген?